Адам ата пейіштен қуылғанда, жерге 4 көзді қанатты пырақпен түскен екен. Бейтаныс мекен адамның жүрегіне үрей салады. Пырақ пейішке қайта көтерілмек болғанда, адам жалынынан құшақтап жібермей қояды. Уа жасаған ем, мен жат жерден қорқып тұрмын, жаныма пырақты сергет деп жалынады. Сонда Тәңірісі: ей пырақ, адамның қанаты, жау тисе қорғаны бол, адал қызмет ет деп пырақты жерге қалдырыпты. Ат амалсыздан көнеді, қанаты түсіп, қанатындағы күш қайраты аяғына ауысады. Бірақ жерге үйрене алмай, жұмақты аңсап жылай береді екен. Көп жылағаннан 4 көзінің екеуі суалып көрмей қалады. Аттың маңдайындағы көзге ұқсас шұңқырлар құрғап қалған жанардың орны деседі. Содан бастап ат адамның ажырамас серігіне айналады. Ат ер қанаты деген сөз осыдан қалыпты. Тағы бірде Жебірейіл періште адам атаға: мына 3 жануардың басынан сипасаң, саған қияметке дейін қызмет етеді, сені қорғайды деді. Олар ит, жылқы, қыран құс екен. Қыран құстардан, ит аңдардан қорғапты. Ал жылқы малы, адам мінсе көлігі, ұшса қанаты, жесе азығы, ішсе сусыны, кисе киімі, ауырса дәрісі болыпты.